Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Екінші дәріс тақырыбы мұнайды біріншілік өңдеу қондырғысының қазіргі жағдайы және оларды жетілдірудің негізгі бағыттары. Бұл дәрісте біз мұнай өңдеу өнеркәсібінің негізі болып табылатын біріншілік өңдеу қондырғыларының қазіргі жағдайын және оларды жетілдірудің негізгі бағыттарын қарастыратын боламыз. Мұнай әлемдік экономиканың қозғаушы күші, ал оны тиімді өңдеу энергетикалық қауіпсіздік пен экономикалық дамудың кепілі болып табылады. Мұнайды біріншілік өңдеу дегеніміз не? Яғни бұл шикі мұнайды оның химиялық құрылымын өзгертпей, оны құрайтын фракцияларға бөлу процесі. Шикі мұнай әртүрлі көмірсутек молекулаларының күрделі қоспасы болып табылады. Олардың әрқайсысының қайнау температурасы әртүрлі болып келеді. Біріншілік өңдеудің негізгі мақсаты осы қайнау температуралар бойынша бөліп алу, кейінгі терең өңдеу үшін қажетті негізгі шикізатты дайындау болып келеді. Бұл процесс физикалық сипатқа ие. Мұнай алдымен қыздырылады, содан кейін буланады және арнайы дистилляция бағандарына белгілі температураға диапазондарына сәйкес фракцияларға бөлінеді. Нәтижесінде бензин, керосин, дизель отыны және мазут сияқты бағалы өнімдер. Біріншілік өңдеудің қондырғыларына тоқталсақ, атмосфералық айдау қондырғысы. Бұнда мұнайды атмосфералық қысымда қыздырып, қайнау температурасына қарай фракцияларға бөледі. Бұл жерде бензин, керосин және дизельдік фракциялар алынады. Бұл қондырғы мұнай өңдеу зауытының ең негізгі және ең көп тараған элементі болып табылады. Одан кейін вакуумдық айдау қондырғысы. Атмосфералық айдаудан кейін қалған ауыр қалдықтарды вакуумдық ортада айдайды. Вакуум төмен температурада және ауыр фракциялардың булануына мүмкіндік береді. Олардан қосымша пайдалы өнімдер, мысалы майлар мен битум алынады. Сонымен қатар комбинирленген айдау қондырғылары АВТ атмосфералық және вакуумдық айдау процестерімен бірге қолданылады. Бұл шикі мұнайды өңдеу тиімділігін арттырады. Бұл қондырғылар қазіргі заманғы мұнай өңдеу зауыттарында негізгі біріншілік өңдеу блогы ретінде кеңінен қолданылады. Тазарту және тұзсыздандыру бөлімдері. Мұнда шикі мұнайдың құрамында тұздар, су және басқа да зиянды қоспалар болады. Бұл қоспалар катализаторын зақымдап, жабдықтардың тозуын тездетеді. Сондықтан өңдеу алдында электр тұзсыздандыру сияқты блоктар міндетті түрде қолданылады. Біріншілік өңдеу қондырғыларының қазіргі жағдайына тоқталсақ, яғни қазіргі заманда заманауи техникалар кеңінен қолданылады. Технологияның қарапайымдылығы, көптеген заманауи мұнай өңдеу зауыттарында атмосфералық вакуумдық айдау қондырғылары негізгі бастапқы блок ретінде пайдаланылады. Бұл қондырғылар шикі мұнайды тиімді фракцияларға бөлуге, кейінгі терең өңдеу блоктарына дайын материалдар беруге және жалпы өнімділікті жоғарылатуға мүмкіндік береді. Көптеген өңдеу зауыттарында біріншілік өңдеу қондырғылары физикалық бөлумен, дистилляциямен, яғни шектеледі. Яғни олар алғашқы кезеңде химиялық өзгерістерді жасамайды. Бұл әдіс қарапайым және сенімді болғанымен технологиялық әлеуетті толық пайдаланбайды. Мысалы, Қазақстандағы мұнай өңдеу зауыттары Атырау, Шымкент, Павлодар АВ6 типті бастапқы айдау қондырғылары, электр тұзсыздандыру қондырғылары мен вакуумдық дистилляторлар кеңінен қолданылады. Бұл қондырғылар еліміздің энергетикалық және қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Біріншілік өңдеу қондырғыларын жетілдірудің негізгі бағыттары. Мұнайды біріншілік өңдеу технологияларын дамыту бірнеше маңызды бағыттар бойынша жүргізіледі. Олардың негізгі мақсаты тиімділікті арттыру, шығындарды азайту және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Бұл бағыттар біріншілік өңдеу процесін жаңа деңгейге көтеруге және өнеркәсіптің алдында тұрған заманауи талаптарға жауап беруге мүмкіндік береді. Мұнайдағы тұздар, су және қатты қоспаларын тиімді шығару өңдеу процесінің ең маңызды кезеңдерінің бірі.
Бұл тек өнім сапасын жақсартуға ғана емес, сонымен қатар кейінгі қолданылатын қондырғылардың жұмыс істеу мерзімін ұзартуға да ықпал етеді. Электрсыздандыру тиімділігін арттыру. Электрсыздандыру қондырғылары шикі мұнайдан тұздар мен суды электростатикалық өрістің көмегімен бөліп алуға арналған. Олардың тиімділігін жоғарылату, катализаторды қорғауға және кейінгі өңдеу қондырғыларының, мысалы крекинг және реформинг қондырғыларының тозымын төмендетуге, жаңа буын электрсыздандыру қондырғылары су мен тұзды бөліп алудың жоғары дәрежесін қамтамасыз етеді. Бұл өңделген мұнайдың сапасын айтарлықтай жақсартады. Айдау технологиясын жетілдіруге, мұнайды дистилляциялау процесін одан әрі оңтайландыру, экономикалық және экологиялық тиімділікке жету үшін өте маңызды. Оған бағандардың ішкі құрылымы мен жылу алмасу жүйесін жетілдіру, бағандардағы автоматты бақылау мен басқару жүйесін енгізу, қайнау кезіндегі энергиялық қалдықтарды қайта пайдалану жатады. Заманауи мұнай өңдеу зауыттарында автоматтандыру және цифрлық технологияларды енгізу өндірістің тиімділігін арттырудың және қауіпсіздікті қамтамасыз етудің шешуші факторы болып табылады. Бұған процесті автомат түрде басқару, деректерді онлайн мониторинг жасау және интеллектуалды жүйелер жатады. Мұнай өңдеу өнеркәсібінде экологиялық қауіпсіздікке де ерекше назар аударылады. Сондықтан біріншілі өңдеу қондырғыларын жетілдіру бағыттары экологиялық таза өндіріс құруға бағытталған. Қорытындылай келе, мұнайды біріншілі өңдеу қондырғылары мұнай өңдеу зауыттарының негізгі технологиялық тірегі. Олар шикі мұнайдан бастапқы фракцияларды бөліп алып, терең өңдеу қондырғыларына дайын шикізат береді. Осы қондырғылардың тиімді және сенімді жұмыс істеуі бүкіл мұнай өңдеу кешенінің өнімділігін анықтайды. Бұл жетілдіру бағыттары мұнай өңдеу өнеркәсібінің болашағын айқындайды, оны бұрынғыдан да қауіпсіз, тиімді және экологиялық таза етеді. Осымен дәріс аяқталды.